біз өсек айтқан жақсы көреміз ғой. Ер болсын, әйел болсын, иә, біз біреу жамандағанға өте құштармыз ғой негізі. Жамандай саламыз, иә. 3 адам отырса, үшеуінің біреу тұрып кетсе, сразу жамандаймыз да. Сондай бәрімізде қасиет бар, енді ол біздің жаман қара жағымыз ғой. Былайша айтқан кезде, оны өткенде бір әйелім айтады, мен әйелімде көп психологияны оқиды да. Өзгенің жаман қасиетін ғана көресің дейді да, өзіңдікін көрмейсің дейді да. Былайша айтқан кезде, енді ұлы сөздің ұяты жоқ. Өзгенің боғы саған сасық болады, өзіңнің боғы ешқашан сасымайды да. Дәретке отқан кезде өзің боғын сасық деп айтпайсың ешқашан, өзгенің боғын сразу сасық дейсің да. Дәл сол сияқты да, өзгенің жаман нәрседен көре бересің да, өзіңдікін көрмейсің ешқашан. Сондықтан да өсек айтып қояйық, біреудің жамандығын айтқаннан гөрі жақсылығын айтып, оның жақсылығын асырайық. Жалпы адамдардың плюсіне қарап үйрену керек та. Кез келген адаммен танысқан кезде, болмаса даже сіздің қас жауыңыз болса да, соның тек жақсы жағын қарап көріңіз да. Ол қаншалықты қас жаман жау болғанмен де, оның да жақсы жақтары бар ғой. Просто бетіңіздегі, көзіңіздегі пленканы ауыстырыңыз да, жақсы жағын көремін деңіз да. Жақсы жағын көріңіз, сізге будет легче жейді ғой. Өмір оңайлау, жеңілдеу өмір сүресіз да. Күшті болады бәрі.